Саламатсыздар ма? Бұл бізде магистрлік диссертация бойынша жасалған қосымша бағдарлама веб технологиялар элективті курсы. Орындаушы Али Асылбек Серікұлы, информатика білім беру бағдарламасы 2-ші курс магистранты, ғылыми жетекшісі Байғанова Алтынсер Монтұрғанова, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. Жалпы бұл жұмыс C# Visual Studio ортасында жасалынды. Бұл жұмыс мұғалімдерге арналған, мектеп оқушыларына арнап жасадым. 10-11 сынып оқушыларына арнап осындай элективті курс ретінде өткізетіндей қылып жасадым. Барлығы жұмыстар, барлық тақырыпшалар берілген. Бұл жерде мысалға қарасаңыздар, слайдтардың барлығы берілген. Енді бұл курстық бағдарлама 34 сағатқа арналған, бір жылға аптасына 1 рет. Жалпы блокчейн туралы болғандықтан енді анықтамаларын көрсетіп кеттім. Мінекей барлық анықтамалар көрсетілген. Осыларды осылай өздері мұғалімдерді оқушыларға да көрсетіп түсіндіріп жіберсе болады. Және де енді жоғарыдағы менюлерде бізде бағдарламалар көрсетілген. Ол бірінші элективті курс туралы, жалпы бұл курс не туралы, қандай тақырыптардан тұрады, барлығы көрсетілген. Келесі курс бойынша бізде Remix ID ортасымен жұмыс жасаймыз, және оның ішінде Solidity тілі қолданылады. Осы Remix ID ортасы туралы қысқаша түсінік берілген, және де Solidity тілі туралы осындай қысқаша түсініктер берілген. Келесі бізде енді тақырыптардың барлығы осылай тақырыптың атауымен бірге берілген. Қай тақырып керек барлығын ашып, ішінен қарауға болады. Және де бір тақырып 2 сағатқа немесе 3 сағатқа берілгендер де бар. Сондықтан да осылай бір тақырыптың ішінде тақырыпшалары да бар. Мысалға ашатын болсақ, бірден Word-қа сілтеме. Осылай біздің тақырыбыңыз сіздің ашылатын болады. Келесі бізде барлық тақырыптарда осылай бар. Ішінде презентацияда дәл солай. Бірден сол презентацияға сілтеме жасалынған. Сол презентацияларды ашып, бірден оқушыларға осылай көрсетуіңізге өзіңіздің болады мысалға. Келесі бізде тапсырмалар берілген. Практикалық тапсырмалар, бақылау тапсырмалары, және де қосымша тапсырмалар. Барлығы осылай мінекей салынған. Барлық тақырыптарға, барлық тақырыпшаларға да осылай тапсырмалардың барлығы берілген. Осылай бірден ашып қолдануға. Және де видео сабақтар көрсетілген. Өзім барлық ішіндегі қиын тақырыптарға да басынан бастап осылай түсірген болатынмын. Тақырыптарды осыларға қарап мысал ретінде, және де оқушылар өздері жұмыстарын жасай алады. Әрі қарай мысалға ақша сақтау кассасы деген мысалға тақырып. Саламатсыздар ма? Remix ID ортасына кодын салу арқылы оның жұмыс жасауын барлығын осылай көрсетіп кеттім. Келесі сайт бізде, ол сайт Remix ID ортасы 2 түрлі жұмыс жасайды. Біреу офлайн және онлайн. Онлайн түрде осылай интернет арқылы жұмыс жасауға болады. Немесе офлайн Remix ID-ні жазып алып, компьютерге солай жұмыс жасауға да болады. 2 түрлі нұсқада. Келесі бізде автор. Бізде веб технологиялар элективті курсы, яғни автор көрсетілген, орындаушысы, жетекшім осылай көрсетілген. Жаңа айтып кеттім басында. Келесі нұсқаулық, бұл жерде қолданушыға нұсқаулық, жалпы әр менюлердің атаулары мен олардың қызметтері көрсетілген. Келесі Word және PowerPoint-ті мен қойып кеттім. Қосымша, яғни керек болып жатқан жағдайда Word бірден басып осылай Word-қа сілтеме, яғни ішіне ашып жұмыстарын жаза беруге болады. Сол сияқты PowerPoint-ке де сондай сілтеме берілген. Мінекей PowerPoint-ті басып, бірден осы жерден слайд жасай беруге болады. Қысқаша элективті курс осындай. Барлық материалдар Word түрінде де, PowerPoint түрінде де бар. Бір папкаға сақталады. Видеолардың барлығы бір папкаға сақталып, архивтеліп осылай қолданысқа берілетін болады. Элективті курс туралы жалпы қысқаша осындай. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.